Қайырлы күн, құрметті жарысқа қатысушылар мен әділ қаза алқалары. Біз Қарағанды облысы білім басқармасының, Балқаш қаласы білім бөлімінің, нөмір 5-ші жалпы білім беретін мектебінің өзін-өзі басқару ұйымының атқарған іс-шараларын ұсынамыз. Біз Балқаш қаласы жалпы білім беретін нөмір 5-ші мектебінде мектептік парламент білім алушылардың өзін-өзі басқару органдарын дамыту тұжырымдамасына сай 2021 жылдың 8-13 қыркүйек аралығында парламент президентіне сайлау жүргізілді. Парламент президентіне мектебіміздің 8-10 сынып оқушылары үміткер ретінде бағдарламаларын жасап, кандидаттарын ұсынды. Мектеп президенттігіне үміткерлердің ішінен 4 кандидаттардың бағдарламасы жақсы деп танылып, сайлауға түсті. Осыған байланысты бірінші қабатта сайлау жәшігі орналастырылды және ақпараттық сенісіне кандидаттардың бағдарламасы ілінді. Қорытындылай келе, кандидаттардың арасына көп дауыс жинап, Мұрат Сұлтан мектептік парламентінің президенті болып сайланды. Қалған үміткерлер фракция жетекшісі ретінде тағайындалды. Өзін-өзі басқару ұйымы мектебіміздегі көптеген іс-шараларға белсене қатысып, ұйымдастыра білді. Атап өтсек, білім күні. 1 қыркүйек 2021 жылы мектебімізде білім күніне арналған мерекелік іс-шаралар өткізілді. Бұл іс-шарада мектеп табалдырығын жаңадан аттаған 1-ші сынып оқушыларына салтанатты түрде әліппе оқулығы табысталды. Мереке концерттік бағдарламамен жалғасты. Жыл сайын 100-ден астам мемлекетте дүниежүзілік мұғалімдер күні атап өтіледі. Бұл барлық мұғалімдердің, оқытушылар мен жалпы білім беру саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекесі болып табылады. Мерекеге орай 2 қазан 2021 жылы мектебімізде ұстаз атты биік әрі мәңгілік атты мерекелік іс-шара өтті. Мектебіміздің директоры Абдуалиева Айна Тілекқабыловна мектеп ұстаздарын кәсіби мерекелерімен құттықтап, білім саласын дамытуға қосқан мол үлесі мен педагогикалық қызметте шығармашылық табыстарға қол жеткізіп, біліктілік танытқаны үшін құрмет грамотасы табысталды. Мереке концерттік бағдарламамен жалғасын тапты. 16 қазан 2021 жылы мектебімізде аяулы күз, алтын күз атты мектепшілік байқау өтті. Бұл байқауға әр сынып белсене қатысып, әр сыныптың оқушылары өз өнерлерін көрсетіп, жүлделі орындарға ие болды. 29 қазан 2021 жылы қалалық адал ұрпақ еріктілер клубының слеті өтті. Слетқа мектебіміздің парасат тобы еріктілер клубы қатысты. Слеттің мақсаты жемқорлыққа қарсы үгіт-насихат жүргізу еді. Слет онлайн Zoom платформасы арқылы өтті. Бұдан бөлек, мектебімізде көптеген іс-шаралар мен еріктілер клубы және өзін-өзі басқару ұйымының қатысуымен қайырымдылық іс-шаралары өткізілді. Атап айтатын болсақ, 1 қазан 2021 жылы өзін-өзі басқару ұйымының ұйымдастыруымен және Парасат еріктілер клубының басқаруымен Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай 30 игі іс ұранымен қайырымдылық керуені 30 игі іс әлеуметтік және қайырымдылық іс-шаралары ұйымдастырылды. Қайырымдылық акциясына 9-шы А сынып оқушылары мен ата-аналары қатысты. Акция ұйымдастырушылары мектебіміздегі көп балалы және мұқтаж отбасыларға көмек көрсетті. Оқушылар ата-аналардың көмегімен азық-түліктер салынған себеттер мен күнделікті қажетті шаруашылық тауарларын ұсынды. 6 қазан 2021 жыл тікелей мектеп парламентінің қатысуымен мектеп оқулығына қамқорлық жасаңыз атты акциясы өтті. Яғни бұл акцияда аға тәлімгер және кітапхана меңгеруші жетекшілігінің мектеп парламенті депутаттары мектеп оқулықтарын жағдайын тексерді. Бұл акцияның қорытындысы өте жақсы болды. Яғни оқушылардың мектеп оқулықтарының жағдайы өте жақсы екені анықталды. Қорыта келе, алдағы уақытта өзін-өзі басқару ұйымының қатысуымен көптеген іс-шаралар мен қайырымдылық істер атқаратын боламыз. Назарларыңызға рахмет.